Бірінші тарауда туған жер табиғаты суреттеледі. Ал негізгі оқиға Арқада Ерейменді мекен етіп, 94-ке жетіп дүниеден өткен Сағынайға берілген астан басталады. Арнайы бәйге жариялап, сол бәйге үшін жан-жақтан 1300 сөйгілік келді. Ақан сері Қорамсаұлы, құлагер. Жел соқса қамыс басым айда деймін, атыңды ат айдаушы айда деймін. Алдыңғы ат баран болмай қылан болды, жығылмаса құлагер қайда деймін. Түбінен дәйекшінің тұрдым тосып, алушы едім бәйгенді талай қосып. 30 ат уәделі өтіп кетті, сол жерде тұра алмадым денем шошып. Міндім де саралама тұра шаптым, бәйгі алам деп бұл үстен залал таптым. Намазшам намаздыгер арасында баланы жылап жатқан әрен таптым. Құлагер айналайын шабысыңнан, атағы елге шыққан дабысыңнан. Білбем өлеріңді құлагерім, шыңғырған түсімдегі дауысыңнан. Құлагер шешең сұңқар, әкең тұлпар, соғыбен дөнеңді сегіз арқар. Сен өлсең орнын басар көкбесті бар, болады құдай қосса ода тұлпар. Құлагер жаз жайладым, күз жайладым, тұсына қыз дауылдың көп байладым. Өлді деп құлагерді естігенде, бір тұрып, бір отырып ой ойладым. Құлагер құлынынан керімедің, нағашым сұрағанда беріп едің. Жылқышымды жылым шаққа айдағанда, бір сыншы көзің шыққыр көріп едің. Құлагер топтан озған жүйрігім ай, жарасар келте жібек құйрығың ай. Түбіне Ерейменнің айдап келіп, Құдайдың қарай қойшы бұйрығын ай.